Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қатпарлы қамырдан осындай керемет самсалар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз самсамыздың қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы суымызға 1,5 шай қасық тұз қосып араластырамыз. Кейін ұн мен сұйық майды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Менің каналымдағы жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын және де қоңырауша белгісін басыңыздар. Қамыр осындай жұмсақ болуы тиіс. Енді оның бетін орамалмен жауып, шамамен жарты сағатқа тынуға қоямыз. Тынған қамырды 1-2 бас билеп аламыз. Кейін оны 3 теңдей бөлікке бөліп, осылай дөңгелек формаға келтіреміз. Кеуіп кетпеу үшін осылай қамырымыздың бетін жауып қоямыз. Кейін үш қамырымызды да дәл видеода көрсетілгендей жұқалап, ұн сеуіп отырып жайып шығамыз. Жайылған қамырымыз жабысып қалмас үшін осылай ұнды көбірек сеуіп бүктеп қоямыз. Үшінші қамырымызды жайып алған соң, үстіне ерітілген сары майды жағамыз. Оның үстінен қамырды және де кейін тағы сары майды жағып қайталаймыз. Үш қамырымыздан кейін де осылай сары май жағылған соң дәл видеодағыдай ораймыз. Дайындаған қатпарлы қамырымызды осылай ыдысқа орап, бетін целлофанмен жауып, 1-2 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Сол уақыт аралығында етті салмасын дайындаймыз. Мен тек тартылған ет пен пияз қосамын, ал сіздер қалауларыңыз бойынша картоп, асқабақ, құйрық май сияқты қосуларыңызға болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка сияқты дәмдеуіштерді қосамыз, және де соңында мен сұйық май қосамын. Біздің салмамыз да, қатпарлы қамырымыз да дайын. Енді самсамызды дайындауға кірісеміз.
Енді қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде осы қамырдан тура 25 дана самса шығады. Қамырымызды осылай дөңгелетіп жайып алып, самамызды саламыз. Мен самсаны осылай үшбұрышты етіп түйдім. Немесе сіздер қалауларыңыз бойынша басқа формада түйсеңіздер болады. Самсалардың араларын осылай ашып қойып шығамыз, және де кейін бір жұмыртқаны жақсылап араластырып алып, самсаның бетіне жағамыз. Кейін қалауларыңыз бойынша кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. градуста алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 30-40 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің самсаларымыз дайын, олар өте дәмді, қамыры қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Видео рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Алда тағы да көптеген жаңа рецепттер болады.